Әдетте кеңес үкіметінің қатал режиміне қарсы күрескерлер кім десе, бірден алаш зиялылары еске түсетіні сөзсіз. Мәселен, Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, тағысын тағы. Алайда біз білмейтін, халық танымайтын, елі, жері үшін жанын пида еткен тұлғалар көп екенін білуіміз қажет. Бірі мыңдаған адамды ашаршылықтан құтқарса, енді бірі қызыл әскердің қанды қылышынан қарсы тұрды. Тіпті елдің әл-ауқатын жақсарту үшін жанын пида еткен тұлғалар көп. Соның бірі және бірегейі Науатов Жүніс. Науатов Жүніс кім? Оның қазақ даласына сіңірген еңбегі қандай? Комсомол белсендісі және партия мүшесі қалайша халық жауы атанды? Бүгінгі ұрпақ нені білуі қажет? Ал оны білу үшін өткен тарихқа тоқталайық. Ұлт жанашыры, мемлекет қайраткері, өз заманының озық адамы Науатов Жүніс 1904-1937 жылдары өмір сүрген. Өзінің жастық шағында қайратымен, белсенділігімен комсомол және партия қатарында болды. Өзінің өмір жолында бірнеше лауазымды қызметтерді атқарды. Кеңестік құрылымды дамытуға, колхоздастыруға атсалысты. 1929 жылы басталып, қазақ даласында мыңдаған тағдырларды жалмаған ашаршылық кезінде халықты аман алып қалуға бар күш-жігерін салды. Біз дәл қазір Кеңес ауылындамыз. Мұнда арнайы келдік. Себебі кейіпкеріміз дәл осы ауылда туып өскен. Тіпті ауылдың өркендеуіне елеулі үлес қосқан. Мың 1956 жылы 4 колхоздың бірігуінен құралған Кеңес ауылында қазір 2000-ға жуық халық тұрады. Ауыл өркендеу үстінде. Тұрғындар үшін маңызды әлеуметтік нысандар жұмыс істеп тұр. Елді мекен көшелерінің біріне дәл осы Науатов Жүністің аты берілген. Қазір ауыл тұрғынымен сұхбаттасып, кейіпкеріміз жайлы тың деректер білетін боламыз. Аға, Науатов Жүністің Кеңес ауылына сіңірген еңбектерін айтып өтсеңіз. Жақсы. Бұл ағамыздың еңбегі, Кеңес ауылына сіңірген еңбегі өте зор. Мынау ашаршылық уақытта мына ауылға, мынау отбасы төмен, аш балаларға сол жағы тамақтандыру үшін тамақ орталықтарын ұйымдастырған, асханаларын ұйымдастырған. Жамбыл ауданында, біздің Байзақ ауданында өте еңбек сіңірген кісі. Одан кейін бұл кісінің енді мынау ауылға да мынау жағы асылдандыру, жылқының жақсы тұқымын әкеп ауылға біраз жылқы алып келіп, бір 33 баста ба, сол жылқы алып келіп, осы ауылға алып келіп, елдерді жұмыспен қамтыған жұмыспен. Одан кейін жағы бұл кісінің жылқысының саны көбейген, өскен, 400-ден аса жағы аналық басы болып, одан кейін бұл кісі кейін атылып кеткеннен кейін Отан соғыс кезінде осы кісінің жағы өскен жылқысын неге алған ғой, соғысқа 2000-ға жуық малды неге берген, жағы атты әскерге берген. Сұхбатыңызға рахмет. Кеңес үкіметінің сол кездегі миссиясы кедей мен байдың деңгейін теңестіру еді. Ол үшін ауқатты азаматтардан мал-мүлкін тәркілеу жұмыстары белсенді жүріп жатты. Алайда саясаттың бұл қадамын өз мақсатында пайдаланған басшылар да жоқ емес еді. Күн көрісі жалғыз малға қарап отырған кедей отбасылардың да бар мүлкі тартып алынды. Мұндай әділетсіз әрекеттерге куә болған Науатов Жүністің саяси көзқарасы өзгере бастады. Ал кейіпкеріміздің сауат ашып, білімге талпынып, тіпті кеңестік режимге қарсы тұрамын деген шешімге келуіне де Тұрар Рысқұлов ықпал етті. Қайырлы күн аға. Мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұлов пен Науатов Жүністі не байланыстырады? Науатов Жүніс бұл қазіргі Жамбыл облысы Байзақ ауданы Кеңес ауылының тумасы. Ал енді мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұлов пенен 1914 жылы қазан айында мынау Тараз қаласы, қазіргі бұрынғы Әулиеата, сода Атшабар деген базарда бұлар сол жерде бұлар жолығысып танысқан. Тұрар Рысқұлов Науатов Жүніске ұлтқа қызмет ету туралы бірер әңгіме болады сол жерде. Ол жерде мынау отарлау кезінде бұл тек қана мынау жұдырықпен емес, қазақты мынау білім ғылымменен ағарту саласымен аман алып қалу туралы. Сондай-ақ жаңа оқу білімге бару туралы, және де мынау қазақ халқына келе жатқан
ашаршылық нәубет туралы әңгіме қозғайды ғой сол жерде. Ал Науатов Жүніс қалайша халық жауы атанды? Жаңа алдында айтқанымыздай, сол жақсымен кездескен бірер сәт Тұрар Рысқұловпенен Науатов Жүніске бақыт бағдар береді. Содан бұл кісі Тұрар Рысқұлов пішпектегі жаңағы ол кезде сондай пішпек деп аталады, оқуына кетеді. Бұл кісілер осы елге келгеннен кейін бұл өзінің білімін арттырумен айналысқан. Науатов Жүніс. Бұл кісілер Науатов Жүніс 1916 жылы мынау Меркеде болған, Әулиеата бұрынғы Меркеде болған ұлт азаттық күреске қатысқан адам. Сонда бұл тікелей осы мынау Кеңес ауылынан және де көрші ауылдардан аттылы жасақ апарған. Мінекей, сөйтіп көтеріліске қатысқан. Осындай бірнеше батыл әрекеттерінен соң Науатов Жүніс сол вақыттағы басшылардың қара тізіміне енді. Алғашқыда қысымға ұшырап, жалған айыппен 1937 жылы ату жазасына кесілді. Араға 18 жыл салып, 1955 жылы ақталды. Бар болған 33 жыл өмір сүрген Науатов Жүніс елі, жері үшін қызмет етті. Кейінгі ұрпаққа үлгі өнеге болатындай ғұмыр кешті. Тірі өледі, жер қойнауында жатады, ізі қалады, болса жақсы атағы деп Жүсіп баласағын бабамыз айтқандай, мұндай тұлғалар тарих беттерінде таңбалануы керек.